Біршек тіл майданы қозғалысының негізін қалаушы ұлтшыл Қуат Ахметовке. Алматы тұрғыны Қуат Ахметов арзан супермаркетінде тауарлардың атауы тек орыс тілінде жазылғанын көріп, бірнеше мәрте әкімшілікке ескерту жасаған. Айтуынша, нәтиже шықпаған соң сотқа берген. Тұрғын сауда орталығының әрекеті тілді кемсіту деп есептейді. 102-ге звондап, сол жерде полиция участковыйға келіп, сол жерде айыппұл салуға міндетті. Бірақ бұл заңдар орындалмайды. Сан алданған сұмырай сұрқияға Қуат қалып барады Түркияда. Қаһарманы қазақтың болары бәлкім, тағарманы өледі мүмкін. Иә. Жылап қайттым ішімнен, күліп келіп, Қуат қалды тағы да үміттеніп. Оғланыңа ор қазып жығасың ба, ол жүр, ел деп жүрегін жұлып беріп. Қуат қалды. Мекен ғып Анкараны, жұрттың жүгін жалғыз ғап арқалады. Түн талқылап ел жайын күн кеңесіп, ішкі шері сонда да тарқамады. Қуат қалды мекен ғып Анкараны, елім десе көзінен қан тамады. Сайыңнан сайғақ құрлы сая таппай ол бір жан қуғын көрген арқадағы. Қуат тастап көшті деп неге ауылын сұрарсың ау, сен дағы, бауырым. Қазақты солай шексіз сүйер болсаң, азаптың көрсетеді ең ауырын. Қиын қыстау күн өтіп көп басынан, Қуат қалған ажырап отбасынан. Тіл майданын түбінде жеңемін деп, сонда да оның сәті жоқ жасыған. Су толғанда өзен көл тоғандарға, туған жерге құс қайта оралғанда, қауышар ма елімен жеріменен, жетемекен ол дағы сол арманға. Жаным мынау ыза мен азағысқан, біздің билік, біз тұмсық таза мыстан. Қайтсем сені жұбатам, қайран Қуат, қайтем сені қуатсыз. Қазақстан, Қазақстан, Қазақстан.